Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Ресей Қазақ Айрды аумағына кіргізбей қойды. Қазақ Айр әуе компаниясы 26-29 наурыз аралығында Астана-Новосибир, Өскемен-Новосибир бағыттарындағы рейстердің орындалмайтыны туралы хабарлады. Әуе компаниясы таратқан хабарламаға сүйенсек, аталған бағыттар бойынша рейстер Ресей авиациялық басшылығының халықаралық тұрақты ұшушыларды орындауға рұқсат беруден бас тартуына байланысты уақытша тоқтатылған. Жолаушыларға билеттер құнын толығымен қайтару ұсынылды. Әуе компаниясы уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрайды. Сондай-ақ, барлық жолаушыларды кестенің алдағы өзгерістері туралы хабардар етіп отырмақ. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.